тазаланып жатқан ғой. Жоқ, енді анай сөздерді көп қолдансақ, ана жағдай деп айтқанда мен сіздерге бір қызық айтайын. Менің қолыма Исраил Сапарбай ағамыздың қазақ тіліндегі ұят сөздер деген кітабы бар. Кешірім өтінемін, мен дұрыс айтпадым. Енді мысалға сондай боғауыз сөздер деген кітаптар бар. Енді сол кітапты жазған авторлардың өзінен сұрасаңыз, ол да айтады. Мен қазақ тіліне үлесімді қосып жатырмын дейді. Ол да бір сұрақ қойған ба? Қолына мен сұрақ қояйын. Сіз мынау қазір өзім айтып қалдым жаңа, мемлекеттік мекемелерде барлығында қазақша электронды правительство дейді, электронды портал дейді, солардың бәрін құрып жатыр да. Ал олардың қазір сөйлеу мәдениеті, мынау қазақ интернет оларға шыққанда солармен байланыс қандай жүйеде, сөйлей ме олардың қазақша порталдары? Мәселен, мысалы қазақша порталдардың бәрін бар деп шарпы, бірақ қазақша порталды пайдаланбайды, бүкіл ақпараттық материалдардың бәрін тек қана орысша жібереді. Қазақшасында шын сөйлемейді. Сондай байланысты қалай? Шын мәнінде сөйлеп отыр ма? Олардың ақпарат порталдары, сайттары, мемлекеттік жүйелері жоқ. Олар әшейін жай не үшін галочка үшін дейді ғой, шығарып болған бәрі. Енді көбінесе ол сайттар, мысалы мемлекеттік мекеме болсын, немесе жеке кәсіпорын болсын, сайт ашқан кезде ол біріншіден өзін таныту үшін, сосын қолданушылар үшін ашады. Енді оны бұл жерде бірінші қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту деген ол көбінесе менің ойымша қолданушылардың өздеріне байланысты. Мысалы сол сайт арқылы қазақ тілінде ақпаратты сұраныс болса, көп сұраныс болса, олар амал жоқ қазақ тіліндегісін дамытар еді. Мысалға мен өзім бүгін банкке бардым, сол банкіде мысалы орыс деген енді орысша сөйлеп тұрған бір қазақ қыз тұр екен. Сол қызға мен мысалы қазақша барып сөйледім. Қазақша бір өзім шаруаларымды айтып, қазақша жауап алдым. Сөйтсем, қасында тұрған, менің алдымда тұрған кезекте екі қазақ қыз орысша сөйлеп тұр. Олар да орысша жауап берді. Тағы бір кісілер де орысша сөйлеп тұр. Яғни бұл жерде сайт болсын, немесе басқа жағдай болсын, өзіміз қазақшаны пайдалансақ, оның дамуы да көбейеді. Осы Жәнібектің сұрағын тағы да тәптіштей түсінген болсын. Электронды өкімет деген мәселені көтеріп жатқанда бір жарым осы электронды өкіметіміз біз қазақша сөйлейді ме, орысша сөйлейді ме? Қазақша сөйлейтін болса, осы істеп жатқан әрекеттеріміздің барлығының бір пайдасы бар ма? Бізге қаған білмейтін сенің біраз сұрап алып отырды. Осы істеп жатқан әрекеттеріміздің бәрі ең алдымен мемлекеттік тілді дамытуға, сосын мына электронды өкімет дейміз, соны сөйлетуге мүмкіндігі бар ма? Көмегі бар ма? Енді істеп жатқан дүниелеріміз мүмкіндігі бар дегенде, осы көмегі болсын, пайдасы болсын деп пайдалы істеп қабылдап жоба есебінде жасап жатқан дүниелеріміз ғой. Мысалға мемлекеттік тілді қолдау порталы болсын, басқа болсын, басталған кезде қайғай жұмыста, яғни осы мемлекеттік тілді бәле дәрежеде көбейтеді. Осы арқылы мындай сөздік қор жинақталады, осындай оның пайдасы болады деп жоба қылып жазылады. Оның әрі қарай жұмысы өзімізге байланысты деп ойлаймын. Ақылдаса кеңесіп отырып, өкіметтің тарапынан осындай нақты ұсыныстар бере аламыз ба? Енді менің ойымша, мемлекеттік тілді болсын, басқа жағдай болсын, не жағдайда да қолдану аясына байланысты. Мысалға 70-80% адам қазақ тілін қолданатын болса, мемлекетте, ол мемлекеттік тілде дамитын еді, әрі интернетте де сол арқылы дамитын еді. Мына қоғамдық ұйымдар болсын, халықаралық қазақ тілі қоғамы болсын, бір ұсынысым, нақты ұсынысымыз ол біз осы интернет арқылы қазақ тілін дамытуға бір жоба қылып жасаған кезде мына жеке блогшылар мен жеке қолданушыларды да ұмытпасақ. Оларды да мүмкін олар өздері жеке ұйым емес шығар, бірақ соны мысалы халықаралық қазақ тілін қоғамның ұйымына немесе қазақ интернетінің ұйымына мүше болып кіргізіп, олардың да жұмыстарын қолдап отырсақ. Себебі қазір бір жағынан үкімет қазақ тілін былай қолдап жатыр, ал бір жағынан жаңағы жеке қолданушылар өздерінің сайттарын ашып, олар бөлек қалып қойып жатыр. Соны бір жұмылдыру керек сияқты. Жақсы. Сұрақ Түркістан газетінен есім Динара.
Мен қояйын деген сұрағым, қазір кез келген адам ақпаратты, жаңалықты интернеттен алуға асығады. Ал сіздерде көбінесе басқа газет, журналдарда, басылымдардан көшіріп материалдар басасыздар. Негізінде бүгінгі қоғамдағы ақпаратты беріп отыруға болмай ма? Сондықтан сол себептен де сіздерді оқушылар көбейетін қарайтындар. Жаңалықтарды енгізіп отырсаңыздар. Ал біз көбінесе басқа сайттарды қараймыз да, сіздерді олардың да сайттар бар, керек болса оны өз газетінің сайтынан оқи алады. Соған бүгінгі қоғамдағы жаңалықтарды дәл бүгінгі қазіргі сағатта. Сұрақ түсінікті. Енді ол бұрын шындығына келгенде қазақ интернет газетін жаңағы Алматы қаласы ішкі саясат департаментінің тапсырмасымен жасаған кезімізде, ол кезде тендерді шарты бойынша қазақ тілді ақпарат кеңістігін қалыптастыру және соны дамыту деген шарт болған. Енді сол бізде жұмысымыздың бір нәтижесі есебінде айтқанбыз, қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарында шығып жатқан материалдарды біз интернетке шығарып отырамыз деп жұмысымызды солай бастағанбыз. Сосын көптеген қазақ газеттерінің ана тілі, көптеген қазақ әдебиеті көбісінен өзіміз киоскіден сатып алып, сосын сканерден өткізіп интернетке салып отыратын едік. Ал енді қазір біз шамалы форматты өзгерттік, бірақ біздің қазақ интернет газеті ол жаңалықтар сайты емес. Ол жерде көбінесе ақпараттық, танымдық, сосын ұлттық, мәдени бағыттағы мақалалар жариялаймыз деп шешкенбіз. Сондықтан біз көбінесе енді біздегі мақалалар газетте де, телевидениеде де көп жарияланбайтын мақалаларды шығаруға тырысамыз. Енді басқа мақалаларды қайталаудың қажеті жоқ қой көбінесе. Сосын интернеттің бір жақсы жері бізде RSS деген, яғни жаңалықтарды бір-біріне көшіріп басу деген автоматты түрде жүйесі бар. Мысалға біз көптеген блогтардан, көптеген сайттардан автомат түрде өзіміздің сайтымызға айдар ашып қойғанбыз. Сол айдарға мысалға сол көшіргенде ол өзіміз көшірмейміз, автомат түрде көшіріліп біздің сайтта жарияланып тұрады. Келісімшарт болсын. Ол интернеттегі сайттардың өзара байланысы ғой. Яғни интернет дегенімізде ол көбінесе біз интернетті бір газетке ұқсатып, немесе бір телевидениеге ұқсатып olmayды. Ол солардың барлығының жиынтығы. Солардың мүмкіндігінің барлығы. Қарындастың әңгімесі сұрағы өте дұрыс болды. Соған байланысты былай ұсыныста бола ма, сұрақ па түсінбей тұрмын, бірақ менің ойымша сіздер шынында ана орыс ақпаратына шығам дегенше бассаңыздар, шығам дегенше. Мысалы 2-3 күн өтіп кетеді ғой. Үлгі. Сонда сіздер шынында оқи жаңа қарындастың айтып тұрған сұрақ сол қалай ма? Пікірге көшейік. Енді осы соңғы сұрақ мүмкін мен жауабын айтайын. Ол айтуларыңыз дұрыс. Біз осындай ауқымды шаруаны өзіміз қоғамдық бірлестік болғанмен, өзіміздің штатымызда да көп адам емес, әрі біздің айлықтарымыздың да ондай мықты емес екенін білесіз. Біз айтамыз өзіміз, яғни осы ұлт жағынан осы мемлекеттік тілді қолдаймыз деген жігіттер болып жиналып, бастап жұмысты істегеннен кейін шамамызша жасап жатырмыз. Енді бұдан ары қарай дамытып, сіздердің айтқан дәрежеге көтеруге шамамыз келеді, бірақ оған жаңа қаржылық қолдау керек. Енді соңғы сұрақ Өмеке. Қазір ішкі саясат, қалалық әкімшілік өздерінің нелеріне, проектлеріне көмек, бір тендерлер бар ма қазіргі уақытта? Енді бар дегенде былтыр алдыңғы жылдары арнайы сол қазақ интернет газеті деп не болған, тендердің тақырыбы болған. Биылдан бастап алып тастапты. Дұрыс емес. Оны біз хабарласып сұрағанымызда да ондай бізге тапсырылған жоқ дедіңіз. Екінші мәселе. Ол